Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракатух. Қайтадан мен шығып отырмын эфирге. Мына өткенде айтқандай, жаңағы Абай Дәулеттің мекеменің бастығы Сәрсенбаев Марат өзіне санасыз екен намаз оқығанымен. Енді бұл жерде құлшылығы бекер болады да. Мен еңбек ақымды сұрасам, әлде де игнор жасап жатыр да жаңағы. Естімегендей, не қылмағандай мазақ қылып. Тағы жаңағы күшіктері жазып жатыр да маған комментарий. Құлдары. Малын боғын тазалап жүрген сондайлар. Ол не істеп қойыпты дейді. Мен айтамын, ақым жоқ қой. Сүмелектер, ана малын боғын тазалап жүрген Мараттың. Соны орнына төлендірсе, ондай болса, мен еңбек ақымды, басқа шығып кеткен адамдардың жаңағы расчетінен төлеп беріңдер, ондай болса. Жақтаушыларын айтып жатырмын да Мараттың, Сәрсенбаевтың. Боғын тазалап жүргенше айлықтарын көбейт деп айтыңдарсайшы. Сүмелектер неме? Алланың құлы емес, ешек бастың құлысыңдар ғой сендер. Бірден айтамын сендерге, жақтастарды. Сосын жаңағы айтайын дегенім, оның бір інісі бар. Облыстық әкімге айтайын деген Нәлібаевқа. Яна Бесарықтың әкімі бар, Нәлібаев Нұрлыбек. Сәрсенбаев Дәулет деген. Алқаш жұмысына шықпайды. Бесарықтағылар түрінде білмейді ол. Әкімі кім екенін де білмейді. Марат Сәрсенбаев, Сәрсенбаев Марат екеуі отчетін жасайды. Қаладан бір комиссия келсе, Астанадан ба бір жерден, беті ісіп отырады компьютердің алдында, ойын ойнап. Сәрсенбаев Дәулет деген інісі. Басқа күндер үйінде жатады, арақ ішіп, мал боп. Қарамайсыңдар ма сондай? Халықтың сондай адамдар жағдайын жасай ма? Өздерінің жағдайын жасап отыр ғой бұлар. Ауыл арқылы неше түрлі субсидияларды қалталарына басып отыр ақшаларды. Халық ояндырсай, сұраңдар, талап етіңдер. Өздеріңе керек нәрселерді. Бесарықтағы ауылдың адамдарына, халқына айтатын. Сұраңдар, талап етіңдер. Әкім қайда деп, түрен көрейік деп. Жыламаған бала емшек жоқ дейді. Сол сияқты жыландар, сұраңдар. Талап етіңдер. Мен нөмірім мына жерге жазып қоямын, WhatsApp нөмірім. Анонимді түрде болса да, маған хабар беріп отырыңдар. Қазір маған WhatsAppқа жазып отыр адамдар, халықтар. Сол сияқты сіздер де жазып отырыңыздар. Анонимді түрі болса да, осындай жағдай болып жатыр деп. Осындай пәлен түгенше, осындай әкім деп. Еңбек ақым жеп қойды деп. Жұмыстан шығарып жіберді деп. Жақсы.